Саламатсыздарбы, менин аты-жөнүм Шаңкытбаева Айман. Мен осыдан 1-2 күн бұрын бір қызықты құнды мәліметке толы кітап оқыған болатынмын. Ол кітап мені қызықтырғаны соншалық, сіздерге де осы видео материал арқылы сол кітабым туралы қысқаша мәлімет баяндағым келеді. Жалпы бұл Питер Григорийдің бізге ұсынған Снерман атты кейіпкері еді. Ол Финляндияның елеулі азаматтарының бірі. Жері үшін өз жанын қиюға дайын тұрған ұлы тұлға десем артық кетпесім. Оның елеулі істері, елі үшін атқарған ерен еңбектері Финляндия жұртшылығының дамуына үлкен үлес қосты. Қазіргі уақытта сол кісінің арқасында Финляндия 30 елдің қатарына қосылып, өзінің алпауыт мемлекетін құрды. Белгілі бір жетістіктерге жетіп, әлемнің көшбасшы елдерінің қатарына шықты. Ол белгілі бір ұстанымды ұстау мақсатында өзін және мемлекетін дамытты. Өзін жалғыз бір саладан емес, бірнеше саладан дамыту арқылы мемлекетін осындай алпауыт мемлекеттердің қатарына қосып, Финляндияның туын көкке желбіретті десем артық кетпесім. Егер де өзге мемлекеттердің алдында құл болғың келмесе, мемлекетіңді дамуға ат салыс деген сынды үндеуді жариялау арқылы мемлекетін еңбекке, адал азамат болуға үндеді. Бұл үндеу Финляндияның дамуына тікелей әсер етті. Яғни біз білеміз, тарихта Снерман сынды көптеген адамдар жетерлік. Оның бірін мен өзімнің қазақ жұртының Абайын атар едім. Яғни бұл биыл міне Абай атамызға 175 жыл толып отыр. Абай атамыздың 175 жылын жалғыз қазақ халқы емес, бүкіл әлем жұрты тойлауда. Бұл Абай атамыздың жалғыз қазақ халқына емес, әлем жұртшылығына сіңірген ерен еңбегі деп білемін. Оның шығармалары, түрлі жазбалары қазақты емес, әлем жұртын тәрбиелеуге үлкен құралға айналды. Сол сынды Снерманның да істеген елеулі істері бүкіл әлемге үлгі боларлық деп айталамын. Жалпы біз ойлаймыз, мемлекетіміздің дамуы, саясат барлығы дерлік жоғары билік өкілдерінің міндеті деп. Бұл әрине дұрыс емес пікір. Біздің мемлекетіміздің дамуы, әлемнің мемлекетіне айналуы, бұл қарапайым халықтың, жас ұрпақтың арқасында. Жас ұрпақтың басты міндеті. Яғни әр қазақтың оқығаны, әр қазақтың халқы, әр қазақтың баласы ұлт жандымын десе, ұлтын сүйсе, ең алғаш Снерман, Абай сынды азамат болсын. Олардың еліне істеген, бүкіл әлемге істеген елеулі еңбектері ұлтының дамуына айтарлықтай үлесін қоса білді. Мен әр қазақ баласына осындай кітаптарды оқуды үндередім. Себебі бұл кітаптар бірінші өзіңізді дамытуға, екінші ұлтжандылықты арттыруға, үшіншіден елін сүйер ер тәрбиелеуге үлесін қосады. Барлық қазақ жастары мемлекетіміздің дамуы біздің парызымыз.